Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге королевский тортының рецептісін ұсынамын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Менің каналымда королевский тортының бисквитінің рецептісі бар. Сол бойынша корждарын дайындайсыздар. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып миксерлеу керек болады. 5-6 минут миксерлегеннен кейін салқын 33%-дан асатұғын кілегейді қосамыз. Тағы да 4-5 минут миксерлейміз. Өте ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ, кілегейіміз іртіктеліп кетуі мүмкін. Енді тортымызды жинаймыз. Подложкаға кішкене кремді жағып алып, мак қосылған коржымызды қоямыз. Және видеода көрсетілгендей кремді кондитерлік қалташаға салып, корждың үстінен біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан кейін келесі коржымызды қоямыз. Ол бізде какао қосылған корж. Кремін жағып, ең соңғы коржды, яғни жаңғақ қосылған коржды қойып шығамыз. Тортымызды жинап, осылай қаптап, тоңазытқышқа 8-10 сағатқа қойып қоямыз. Енді сыртын қаптайтын кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май өте жұмсақ болу керек. Сары майдың үстінен қант ұнтағын қосып миксерлейтін боламыз. Сары майымыз ағарғанша миксерлейміз. Одан кейін сүзбелі ірімшікті қосып, тағы да 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Креміміз дайын. Енді осы креммен торттың бетін қаптайтын боламыз. Кондитерлік қалташаға кремді салып, торттың шеттеріне және бетіне осы кремді жағып, біркелкі етіп, шпательдің көмегіменен тегістейміз. Бұл кремге кез келген красканы қолдана алмайсыз, себебі май болғандықтан оған тек қана жирорастворимый бояғыш керек. Кішкене бөлігін алып қалып, мен қызыл түске бояп, насатканың көмегімен гүл шығарамын. Және менің каналымда мастикадан жазуды үйрететін рецепт бар. Сол бойынша мен жазу дайындадым. Торттың бетіне мастикадан жазу қоямын. Және кез келген кондитерлік дүкенде сатылатын моншақ тәріздес, сырты күміс түсті осындай посыпка бар. Осылай әсемдедім. Сау болыңыз.